Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творожный пирогтың рецептімен бөліспекшімін. Ең оңай құрам және жасалу жолы да өте қарапайым. Бізге қажетті ингредиенттер ол сары май, жұмыртқа, қант және ұн және қамыр қопсытқыш. Ең алдымен бөлме температурасына тұрған сары майды алып, оның үстіне барлық қантты салып, жай ғана шанышқының көмегімен біркелкі етіп, бір-біріне біріктіріп араластырып аламыз. Одан соң үстіне жұмыртқаны салып, оны да араластырып аламыз. Ендігі кезекте бізде ұн міндетті түрде електен өткен болу керек. Оның үстіне разрыхлитель салып, араластырып, біздің массамызға 2-3 бөлікке бөліп, араластырып салатын боламыз. Ең алдымен осылай шанышқының көмегімен араластырып, одан соң қолмен араластырып, қамыр дайындаймыз. Міне, қамыр өте жұмсақ әрі нәзік болады, оны 15 минутқа қойып қоямыз. Енді біз салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге ірімшік, жұмыртқа, қант және де қаймақ қажет болады. Ең алдымен біз барлық осы қосылатын заттарды ірімшіктің үстіне салып шығамыз. Және де бізге венчик керек болады. Венчикпен жақсылап біркелкі масса бойынша араластырып аламыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді мен 24 сантиметрлі диаметрлік форманы пайдаланамын бұл пирогқа, және астына пергамент төседім. Және енді осының үстіне біздің тестамызды, яғни қамырды толықтай жан-жағына барлығына жайып шығатын боламыз. Енді бізге осы жан-жағын біркелкі етуге осы шанышқының көмегімен осылай жасап шығамыз. Енді біздің салмамызды құйып, осылай жан-жағына барлығына тигізіп жайып шығатын боламыз. Және де мен бетіне осындай қатырылған малиналарды салып шықтым. Ол өз қалауларыңызға байланысты. Басқа да жеміс-жидектер салсаңыздар болады. Біріншіден әсемдік үшін және де өзінің керемет қышқыл дәмін береді. Енді қызып тұрған 180 градуста 25-30 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирог пісіп шықты. Біз пирогтың толықтай піскенін осы біздің салмасында, яғни бетінде қара қоңыр точкалар пайда бола бастағаннан білетін боламыз. Пирогты бөлмеде толықтай суытамыз және 1-2 сағатқа холодильникке қойып алсаңыздар, ол осылай өте әдемі кесіледі және де дәмі де әдемі болады. Рецепт өте қарапайым және оңай дайындалады. Егер видео ұнаса, лайк басып, маған тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Сіз де менімен бірге дайындаңыз.